Саламатсыздар ма 4-ші сынып оқушылары? Бүгін әдебиеттік оқудан 101-ші сабақты орындайтын боламыз. Өзіңді тексер. Бірінші кестемен жұмыс. Оқып өлеңнің тақырыбын ата. Шырағым, деді ол, ертеде ұшатын кілем болыпты. Айшылық алыс жерлерге шапшаң жетіп қоныпты. Балалар, бұл өлең жолдары біздің өтіп кеткен тақырыбымызда айтылған. Бұл 91-ші сабақта айтылған Бүркіт Ысқақовтың өлеңі «Қанатты қиял» екен. Енді қай кейіпкердің сөзі? Бұл жердегі шырағым деп айтып тұрған бұл кейіпкер қарт атаның сөзі екен. Ал кейіпкер сөзін кімге арнап айтып отыр? Ол баласына арнап айтып отыр, иә? Жарайсыңдар балалар, келесі мәтіннің тақырыбын анықта. Түркияда тамыры топыраққа тисе болды, сонау зеңгір көкке дейін өрмелеп, тез өсетін бақша өсімдігі бар. Бұл ертегіні білесіңдер, иә балалар? Бұл ғажайыптар еліне саяхат тақырыбымыздағы айға алғашқы сапар деген мәтін екен, иә? Енді бұл жердегі тапсырма бізге бұл қандай өсімдік деп сұрап тұр, иә? Көп нүктенің орнына қай сөзді қоясың? Кестенің екінші бетінде жазылған қазақтың жусаны еді, түріктің бұршағы еді деп, иә? Бұл жерде түріктің бұршағы еді деген сәйкес келеді. Келесі алайда жерге дейін өлген жер еді деп көп нүкте қойып қойыпты. Ал көп нүктенің орнына қандай сөз қоямыз? Жерге дейін қарға немесе ит. Қарға өлген жер ма, ит өлген жер ма? Ит өлген жер болады, иә? Себебі ол алыс деген мағынаны білдіреді екен. Сонда алайда жерге дейін ит өлген жер еді. Осылай дұрыс болады. Енді келесі кесте болашақтың оқушысына арнаулы мектеп киімі сөмке керек пе? Қалай ойлайсыңдар балалар? Әрине керек, е? Ол мектепке сәйкес киім кию керек. Және сөмкесі де кітаптары сиятындай мектепке сәйкес болу керек. Болашақтың оқушысына қазіргідей кітап керек пе? Сендерге кітаптарың ұнайды ма балалар? Қазіргідей кітап болашақтағы келесі сендерден кейін келетін оқушыларға керек деп ойлайсыңдар ма? Әрине олардың оқуларына керек болады, иә? Жарайсыңдар балалар. Енді бұл жердегі сұрақтарды келесі бетте талқылайық. Екінші тапсырма алыптардың айтысы мәтініндегі кейіптеу кейіпкерлерін ата. Бұл жерде біз бұл тақырыпты келешектің ғылымы сабағынан өткенбіз, иә? Сендер өлеңді рөлге бөліп оқыдыңдар. Ол жерде алыптардың айтысы деген өлеңі. Алыптардың айтысы өлеңінде электр, химия және адам айтқан, иә? Бірінші электр дегеніміз ол тоқ күші, иә? Жай отынан жаралғам деп өзінің әлемге қуат берем, жарық берем, жылулық берем деп өзі туралы айтады. Ал химия ол іше білсең тамақпын, кие білсең киеммін деп өзінің тиісті қосатын үлесін айтып өтеді. Ал адам екеуін де бірге қосып, менде білім, сенде күш деп химияны да, жарықты да, электр қуатында бәрін өзінің сөзіне сыйдырып мақтайды, иә? Қайсысы өз-өздерін кейіптеп көрсетіп тұр. Яғни электр, химия, адам. Бұл алыптардың айтысы мәтіндегі кейіпкерлер. Келесі үшінші мұнай теңізі өлеңінің авторы кім? Оның авторы Тайыр Жароков екен, иә? Бұл тапсырма қазыналы жердің болашағы сабағында өткенсіңдер. Бұл ақын Батыс Қазақстан облысында дүниеге келген әртүрлі шығармалары бар екен, иә? Осы мұнай теңізі негізі өлеңінің аты мұнай, иә? Ал мұнайды бұл теңізге теңейді екен. Солай теңеу арқылы осы өлеңін жазып шыққан екен. Жарайсыңдар балалар, бүгінге тапсырмалар аяқталды сабағымыз. Балалар, маған тіркеліп, ұнаса лайк басуды ұмытпаңдар. Сау болыңдар.